Бәріміз балық аулаудың тек бір жолына үйреніп қалдық, қармақпен. Бірақ онсыз да еш нәрсесіз де, жалаң қолмен де аулауға болады екен. Бірақ біздер олай балық аула алмаймыз. Олай негізінен Азия елдерінде аулайды. Бірақ су лас, мұндай балықты жеу сау идеяға жатпайтыны сияқты. Соған қарамастан, бұл балық аулауға арналған қармақсыз балық аулаудың керемет тәсілдері. Камбоджадағы дәстүрлі балық аулау тәсілі. Олар кіші өзенге тосқауыл қояды, артық суды жинап, балық жинайды. Балықтар ондағы саңырау құлақтарға ұқсайды. Мұқият қарап, жинау алу қалады. Технология бір орында тұрған жоқ, және әдеттер әлі де сақталды. Осылайша, жергілікті тұрғындар арбалет жасауды жалғастыруда. Бұл пластикалық құбырдан шыққан және өте күшті. Балық аулау бұл қарапайым жұмыс. Тіпті әйелдер де онымен айналысады. Олар шұңқыр қазып, балшықтан жасалған шатыр жасайды. Осындай бір кіретін ғана қараңғы шұңқыр болады. Су толады, сосын су аздап кетеді. Оған балық пен бақалар кіріп кетеді, қайтадан шыға алмайды. Қарапайым бөтелкемен осындай тұзақты салу арқылы көптеген жақсы балық аулауға болады. Мысалы, бұл балалар өте үлкен асшаянды ұстады. Камбоджада батпақты жер көп. Сіз түсінгендей, ол жақта балықтар өте көп мекендейді. Балықшылар тесік қазып, судан кішкене қашықтықта құбырлар тартады. Балықтың өзі шұңқырға түседі, қайтадан шыға алмайды. Сізге тек жинап алу қалады. Пластикалық бөтелкелерден балық үшін керемет тұзақтар жасауға болады. Бастысы оны дұрыс пайдалану. Бұл бейнеде қалай екендігі көрсетілген. Мұндай тұзақты бұтақтардан құруға болады. Балықтар жемге келеді, сол жерде көлеңкі болады. Қайта жүзіп кеткілері келмейді. Қалғаны жинап алу. Егер сізге кішкентай балықтар керек болса, онда сіз дәл осындай тұзақты жасай аласыз. Балықшылар үшін кішкентай, бірақ мысықтар үшін керемет болады. Осындай қызықты әрі қысқа видео сізге ұнағанына сенімдімін. Сондықтан лайк басып, менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.